Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін термомикстің көмегімен дайындалатын өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын ватрушки дайындаймыз. Ол үшін видеоны толығымен көріп, лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Ең әуелі шашамызға сүтіміз бен сары майымызды салып, 2 минут 45 градус скорость бірге қойып ертіп аламыз. Үстіне ашытқымызды саламыз. Барлық құрамдарын описаниеге жазып қалдырамын. Үстіне қантымызды саламыз. Ұнымызды салып, кішкене ашытқы жасап аламыз. 30 секунд скорость 3-ке қоямыз. Дайын болған соң үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Және қалған бөліктерін қантты, шымшым тұзымызды, ұнымызды салып, 2 минут ұнды режимге қоямыз. Қамырымыз дайын болған соң 1 сағатқа осы күйінде қалдырамыз, көтеріп аламыз. Қамырымыз көтерілген соң дөңгелек бөліктерге бөліп, ватрушкиміздің дайындаймыз. Барлығын осылай дөңгелектеп шығамыз. Тағы 3-4 минутқа көтеріп алу үшін осылай жауып қоямыз. Ары қарай біз сүзбемізді дайындаймыз. Үстіне сүзбемізді, қантымызды, жұмыртқамызды саламыз. Және 1 қасық қаймағымызды, кукурузный крахмалымызды салып 30 минут скорость 5-ке қоямыз. Дайын болған қамырымызды осылай дөңгелектеп пужырдың көмегімен салып шығамыз. Үстіне жаңағы жасалған начинкамызды саламыз. Және жан-жағын жұмыртқаның сарысымен сүтпен жағып шығамыз. 180 градус пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Ас болсын.